Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл бірінші сынып математика сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 68-ші сабақ. Есептер шығару. Есептер шығарасың. Нөмірі бірінші есеп. Есепті оқы. Шартын, сұлбасын толтыру үшін қандай деректер қажет? Ұшу кезінде балалар ойын ойнады. Алия 10 қаланың, Сырым 20 қаланың атауын айтты. Екеуі бірге неше қаланың атауын айтты. Есептің берілуін қысқаша жаз, немесе сұлбалардың біреуін толтыр. Есепті қысқаша жазып алайық, балалар. Алия 10 қала, Сырым 20 қала. Енді екеуі барлығы қанша қаланың атауын айтты. Соны табуымыз керек. Ол үшін біз шешуінде 10-ды 20-ға қосамыз, тең 30. Жауабы екеуі бірге 30 қаланың атауын айтты. Нөмірі екінші есеп. Есепті шығар. Есепке сәйкес сұлбаны таңда. Энциклопедияда 50 мемлекеттің туы берілген. Сырым 30 елдің туын есіне сақтап алды. Ол әлі неше елдің туын есіне сақтауы керек. Сен қандай мемлекеттердің туын білесің? Есепті қысқаша жазып алайық, балалар. Берілген 50 ту, сақтап алды 30 туды, сақтауы керек қанша ту, соны табуымыз керек. Ол үшін біз шешуінде 50-ден 30-ды азайтамыз, тең 20. Жауабы Сырым әлі 20 елдің туын сақтау керек. Балалар, міне, бізге керекті сұлба, бірінші сұлба екен, яғни берілгені 50 және сақтап алды 30-ы бізге сақтау керек, белгісіз болып тұр. Нөмірі үшінші есеп. Борт серіктер жолаушыларға сусын ұсынды. Әр қайсысы неше литр сусыннан әкелді? Салыстыр. Бірінші балалар 2 литр, қосу 2 литр, тағы да 2 литр, қосу 1 литр, қосу 1 литр, қосу 1 литр, тең 9 литр. Екіншісі 2 литр, қосу 2 литр, қосу 2 литр, қосу 1 литр, қосу 2 литр, тең 9 литр. Салыстыратын болсақ, балалар екеуі тең екен. Нөмірі төртінші есеп. Бос тор көздермен глобустардағы сандарды ата. Бірінші балалар 10-ды қосамыз 20-ға тең 30. 30-ға 30-ды қосамыз тең 60. 60-қа 40-ды қосамыз тең 100. 100-ден 90-ды азайтамыз тең 10. Екіншісі 10-нан 3-ді азайтамыз 7. 7-ге 2-ні қосамыз 9. 9-дан 3-ді аламыз 6. 6-дан 3-ді азайтамыз 3 екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.